Алматының қараша күндерінің бірі еді. Аспан сұрғылт бұлттармен жабылған, көшелерде жауынның ізі қалған сулы асфальт жылтырап тұрды. Университеттің кітапханасының терезесінен сыртқа қарап отырған Айлиннің көзі әдеттегідей бір нүктеге қадалған. Ол Азамат. Азамат биыл 3-ші курста оқитын, экономика факультетінің үздік студенті. Биік бойлы, қара шашы сәл ұзындау, күлімдегенде сол жақ бетіндегі шоңқыршық көрінетін жігіт. Ол әрқашан топтың ортасында жүретін, қыздардың назарын аударатын. Бірақ ешкімге тым жақындамайды. Айлин оны алғаш көрген күннен бастап жүрегі біртүрлі болып қалған. Бірақ Азамат оны байқамаған сияқты. Толық байқамаған. Айлин өзін қарапайым қыз деп санайтын. Орта бойлы, қоңыр шашы иығынан төмен түсіп тұратын, көзілдірік тағатын, кітап оқуды жақсы көретін. Факультеттегі достары оны тыныш қыз деп атайтын. Ешкім оның ішінде не болып жатқанын білмейтін. Кешке үйге қайтып бара жатып, Айлин қалтасынан кішкентай дәптерін шығарды. Онда Азамат туралы жазбалар толы. Бүгін ол кафеға кірді, қара кофе ішті. Маған қарамады. Бірақ мен оның көлеңкесінде жақсы көремін деп жазылған. Бұл дәптер оның жалғыз құпиясы. Ешкімге айтпайтын, ешкім көрмеуі керек нәрсе. Үйіне келген соң, Айлин терезенің алдына отырып қаланың шамдарына қарады. Ол мені ешқашан байқамайды ғой. Бірақ менің құпиям бар. Ол менің жүрегімде сақталған ең үлкен сезім. Сол түні ол ұйықтай алмады. Азаматтың күлкісі көз алдынан кетпеді. Бөлімнің жалғасы, Айлиннің отбасы, оның жалғыздығы, университеттегі күнделікті өмірі толық суреттеледі. Достарының әңгімелері Азаматтың бір рет көзі түсіп қалған сәті, бірақ ол тек кешіріңіз деп өтіп келеді. Келесі аптада факультетте семинар болды. Айлин әдеттегідей артқы қатарға отырды. Азамат алдыңғы қатарда оқытушымен пікірталасқа түсіп жатты. Оның дауысы сенімді, ойлары терең еді. Айлин тыңдап отырып қаламын қатты қысып ұстады. Семинар аяқталғанда студенттер бір-бірімен сөйлесіп жатты. Айлин кітаптарын жинап жатқан еді. Кенет Азамат оның қасына келді. Кешіріңіз, сізде осы тақырып бойынша қосымша материал бар ма, деп сұрады. Айлиннің жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол бірдеңе деп жауап берді, бірақ дауысы дірілдеп шықты. Азамат күлімсіреп, рахмет деп кетіп қалды. Сол күннен бастап Айлиннің өмірі өзгерді. Ол Азаматтың әр қимылын бақылайтын болды. Кафеге барғанда, кітапханада отырғанда, тіпті спорт залында да. Бірақ ол әлі де байқамайтын еді. Айлиннің құпия дәптеріне жаңа жазбалар толды. Бүгін ол маған қара. Нағыз қарады ма, әлде кездейсоқ па? Досы Мәдина оған сен біртүрлі болып кеттің ғой деп айтты. Айлин күліп жауап берді, бірақ ішіндегі сезімді ешкімге ашпады. Оның құпиясы тек оның өзінің. Бөлімнің жалғасы, Айлиннің ішкі монологтары, отбасылық қысым, анасының үйлену туралы әңгімелері, Азаматтың достарымен кездесуі. Қыс келді. Алматының қарлы күндері. Айлин бір күні университеттің дәлізінде Азаматтың қызымен сөйлесіп тұрғанын көрді. Ол, Ләззат, факультеттің ең әдемі қызы. Айлиннің жүрегі ауырды. Бірақ ол жыламады. Үйге келіп дәптеріне жазды, ол мені байқамайды. Бірақ менің құпиям бар. Мен оны ешқашан тастамаймын. Сол күні Айлин өзінің ерекше қабілетін еске түсірді. Ол адамдардың эмоцияларын сезінетін сияқты еді. Кішкентай кезінен бастап басқалардың ойын болжайтын. Бұл оның шынайы құпиясы. Азаматтың жанында болғанда, оның ішкі күмәндерін сезетін, ол да жалғыздықтан шаршаған сияқты. Бір күні кітапхананың жасырын бұрышында Айлин Азаматтың қалдырған дәптерін тауып алды. Онда оның жеке жазбалары болды. Айлин оқып шошып кетті. Азаматтың да өз құпиясы бар еді. Бөлім жалғасы, Айлиннің қабілетінің шығу тарихы, алғашқы құпияны ашу сәті, эмоционалдық шиел. Айлин енді Азаматтың өмірін толығырақ білетін болды. Оның отбасы, өткен махаббаты, болашақ армандары. Бірақ ол әлі де байқатпайтын. Кездейсоқ кездесулер көбейді. Бірде кафеға бірге түсіп қалды. Азамат сізді танитын сияқтымын деді. Айлин жүрегі аттай қағып, жай ғана күлді. Оның құпиясы тереңдей түсті.
Айлин Азаматтың әлеуметтік желілерін бақылап, тіпті оның досы Арманнан ақпарат алатын болды. Қысқа Алматының ауасы мұздай өткір, бірақ жүректі жылдатын бір түрлі жұмсақтық бар еді. Университеттің үлкен ғимаратынан шыққан студенттердің дауыстары қардың үстінде жұмсақ жаңғырыққа айналып көшелерге тарап жатты. Айлин әдеттегідей жалғыз шықты. Қолындағы қалтасы ауыр, ішінде кітаптар мен сол кішкентай дәптер оның ең үлкен құпиясы. Сол күні семинар ұзаққа созылған. Азамат тағы да алдыңғы қатарда отырып, оқытушының сұрақтарына нақты жауап берген. Айлин артқы жақтан оны бақылап, жүрегінің соғуын тыңдаған. Ол мені байқамайды. Бірақ мен оның дауысын, күлкісінің әуенін, тіпті қаламын қалай ұстайтынын да жақсы білемін деп ойлады ол. Кенеттен лифтке қарай бет алғанда Азамат оның алдынан шыға алды. Қар жауып тұрған еді, үлкен қар ұшқындары шамдардың жарығында жылтырап, ертегі әлемін еске түсіретін. Азаматтың үстінде қара пальто, мойнында сұр шарф. Ол Айлинге қарап сәл күлімсіреді. Сен бүгін семинарда өте жақсы пікір айттың ғой. Мен байқап қалдым. Айлин емес пе? Айлиннің беті қызарып кетті. Жүрегі дүрсілдеп аузынан сөз шықпай қалды. Ол тек басын изеп, иә, деп қана қойды. Азамат қасына келіп бірге шықты. Қар астындағы жол тайғақ еді, екеуі де абайлап басқан. Қалай үйге жетесің? Автобус күтесің бе? Деп сұрады Азамат. Жаяу жүремін. Жақын ғой, деді Айлин даусы дірілдеп. Сол сәтте екеуі бірге жүріп кетті. Қар жауып тұрған түнгі көшелерде олардың іздері бір-біріне жақындай түсті. Азамат әңгіме бастады, университет, болашақ жоспарлары, тіпті отбасы туралы. Айлин тыңдап, кейде қысқа жауап берді. Бірақ ішіндегі сезім толқынданып, құпиясы бетіне шыға жаздады. Мен оны осылай сеземін. Оның ішінде де жалғыздық бар. Ол күледі, бірақ көзінде мұң жасырынған деп ойлады Айлин. Оның ерекше қабілеті адамдардың эмоцияларын сезу. Сол түні Азаматтың жанында күйе түсті. Ол Азаматтың ішкі күмәнін, шаршағанын, біреуге сенгісі келетін ынтасын сезді. Үйдің жанында келгенде Азамат тоқтады. Сен қызық қыз екенсің. Әңгімелескеніміз жақсы болды. Келесі жолы тағы сөйлесейік. Айлин күлімсіреп рахмет деді. Бірақ үйге кірген соң есікті жауып, қабырғаға сүйеніп тұрып, көз жасын ұстай алмады. Қуаныш па, әлде қорқыныш па, білмеді. Дәптеріне жазды, бүгін ол менің атымды айтты. Қарлы түнде бірге жүрдік. Бірақ менің құпиям әлі сақталуы керек. Ол менің сезімімді білмесе, бәрі жақсы болады. Сол түні Айлин ұйықтамай терезеден қарды бақылады. Оның жүрегі енді тыныштық таппайтын болды. Бөлімнің толық көлемі, Айлиннің үйдегі ойлары, анасының неге жалғыз жүрісің деген сұрақтары, Мәдинаның хабарламасы, Азаматтың сол түнігі ішкі монологының азғана үзіндісі. Эмоционалдық шиеленіс күшейеді. Келесі күндері университеттегі өмір қарбалас болды. Ләззат, факультеттің ең әдемі, өзін-өзі сенімді қызы, Азаматтың қасынан шықпайтын болды. Олар бірге кафеға баратын, семинардан кейін әңгімелесетін. Айлин мұны әрқашан көріп, жүрегі сыздап тұратын. Бір күні дәлізде Ләззат Азаматқа күліп, қолын иығына қойып тұрғанын көрді. Айлин тоқтап қалды. Көзілдірігінің артынан көздері бұлыңғырланды. Ол мені байқамайды. Ол Ләззатты байқайды. Мен тек көлеңке ғой деп ойлады. Бірақ сырттай Айлин күлімсіреп жүретін. Достарына бәрі жақсы дейтін. Мәдина оған сен соңғы кездері бір түрлісің. Азаматқа қарайсың ба деп сұрағанда, Айлин күліп, жоқ, қайдағыны айтасың деп жауап берді. Жалған күлкі оның қалқаны болды. Кешке үйде жалғыз отырып, Айлин дәптеріне жазды. Бүгін ол Ләззатпен күлді. Мен оларды көріп тұрдым. Жүрегім ауырады, бірақ мен күлемін. Құпиям менің күшім. Мен оны ешкімге бермеймін. Сол аптада Айлин өзінің қабілетін тағы сезді. Ләззаттың жанында тұрғанда, оның ішіндегі бос сезімді, Азаматқа деген қызығушылығының тек сыртқы екенін түсінді. Ал Азаматтың ішінде шынайылық іздеген жалғыздық бар еді. Бір күні топтағы жиналыста Азамат Айлинге қарап, сен бұл жобаны басқара аласың ба деп сұрады. Айлин шошып кетті, бірақ келісіп, жалған күлкімен жауап берді.
Ішіндегі сезім толқынданып құпиясы тереңдей түсті. Бөлімде қызғаныштың толық психологиялық суреті, Ләззаттың мінезі, Айлиннің түнгі монологтары, отбасылық кешкі ас үстіндегі әңгіме, барлығы ұзақ және терең. Айлин енді өзінің ерекше қабілетін, адамдардың эмоцияларын терең сезуін Азаматқа көмектесу үшін пайдалана бастады. Ол білмейтін, бірақ Айлин оның ішкі күмәндерін, стрессін сезіп кеңес беретін, анонимді түрде немесе кездейсоқ әңгімеде. Бір күні Азамат жоба бойынша қиналып жүргенде, Айлин оған жақындап, мен ойлаймын, сен осылай жасасаң дұрыс болар деп ұсыныс айтты. Азамат таң қалды. Қалай білдің? Мен осыны ойлап жүредім. Айлин күлімсіреді, бірақ ішінде мен сенің жүрегіңді сеземін деп айтқысы келді. Оның құпиясы күшейді. Ол Азаматтың өткенін, оның бұрынғы қарым-қатынасының жарасын сезді. Сол күндері Айлин өзінің балалық шағын еске түсірді, қалай кішкентай кезінде адамдардың ойын болжап қорқып қалғанын. Бұл қабілет оны жалғыз еткен, бірақ енді махаббат үшін күш беріп тұрған еді. Бөлім толық, қабілеттің тарихы, Азаматқа көмек сәттері, ішкі қақтығыс, Мәдинаның күдікті көзқарасы. Азаматтың бұрынғы махаббаты бір қыз, Сәуле, қаланың басқа жағынан келіп, университетке келді. Ол Азаматпен кездесіп, ескі сезімдерді қозғады. Айлин мұны көріп, жүрегі сынып кетті. Азамат енді ойлы жүретін болды. Айлин оның эмоциясын сезіп, қызғаныш пен өкініш араласқан сезімді бастан өткерді. Бірақ ол әлі де байқатпады. Өткен көлеңке романға драма қосты. Айлин дәптеріне жазды, оның өткені бар. Мен оны жаңадан бастай аламын ба? Айлин енді шыдай алмады. Ол Азаматқа анонимді хат жазды. Қағазға, сен мені байқамайсың, бірақ мен сенің жанындамын. Сенің күлкің мені жылтат, бірақ менің құпиям бар. Деп жазып, университеттің пошта жәшігіне салды. Хат жіберілген соң, Айлин қатты қорықты. Азамат хатты оқып, іздей бастады. Айлин оның эмоциясын сезді, қызығушылықпен таңдану, Мәдина бәрін біліп қалды. Айлиндің дәптерін көріп қойып, сен Азаматқа ғашықсың ба? Неге айтпадың деп сұрады. Айлин мен Мәдинаның арасында үлкен әңгіме, жанжал болды. Азамат та хатты оқып, кім жазды екен деп ойланды. Айлин енді қашуға тырысты, бірақ жүрегі оны тоқтатты. Қысқы сессия аяқталған соң университет студенттеріне қысқы демалыс басталды. Алматының көшелері қалың қарға көмілген, ағаштардың бұтақтары ақ жамылғымен оранып, шамдардың жарығы қардың үстінде жылтырап тұрды. Ауа мұздай таза, бірақ жүректі жылтатын бір түрлі тыныштық бар еді. Айлин отбасында әкесі мен анасының үйінде болды. Кішкентай пәтердің терезесінен қар жауып тұрған көшені бақылап отырып, ол Азаматты ойлады. Демалыс басталғалы екеуі тек бірнеше рет чаттасқан. Азамат қалайсың? Демалысты қалай өткізіп жатырсың деп жазған, Айлин қысқа жауап берген. Бірақ ішіндегі сезім толқынданып тұрды. Ол мені байқамайды. Бірақ менің құпиям бар. Мен оның дауысын, күлкісінің әуенін, тіпті қысқы пальтосының иісіндей елестетемін деп ойлады Айлин. Ол дәптеріне жазды. Қысқы демалыс. Қар жауып тұр. Мен жалғызбын, ол да жалғыз шығар. Бірақ Ләззат оның жанында ма? Бір күні анасы, қызым, неге жалғыз отырасың? Достарыңмен шық, тауға бар деп кеңес берді. Айлин күлімсіреп келісіп, бірақ ішінде қорқыныш бар еді. Ол Азаматтың әлеуметтік желісін ашып, оның Шымбұлаққа баратын суреттерін көрді. Таулардың қарлы шыңдары, көк аспан, кабельдік жол, бәрі әдемі, бірақ Айлиннің жүрегі сыздады. Сол күні кешке Айлин медеуге барды. Мұз айдынның үстінде адамдар сырғанаумен айналысып жатты. Қардың астындағы шамдар жылтырап, ауада ыстық шай мен самсаның иісі тарап тұрды. Айлин жалғыз отырып, ыстық шоколад ішті. Кенет телефон шылдырлады. Азаматтан хабарлама, медеуде болып жатырмын. Сен қайдасың? Айлиннің жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол жауап берді, мен де осындамын. Екеуі кездесіп, бірге мұз айдынның жанында тұрды. Азаматтың беті қызараңқы, көздері жарқырап тұрды. Қысқы Алматы әдемі ғой, солай ма деді ол. Айлин басын изеп, иә. Таулар, қар, тыныштық деп жауап берді. Сол түні екеуі ұзақ әңгімелесті.
Азамат өзінің демалыс жоспарларын айтты, Айлин тыңдады. Бірақ оның құпиясы, эмоцияларды сезу қабілеті Азаматтың ішіндегі жалғыздықты тағы да анық сезді. Ол да мені іздеп жүрме деп ойлады Айлин. Үйге қайтып келе жатып, қарлы жолда іздерін қалдырып, ол күлімсіреді. Қысқы демалыс оның жүрегіне үміт ұялатқан еді. Демалыстан кейін университет қайта басталды. Қыс әлі күшті еді, Алматының көшелері қардан тазартылған, бірақ ағаштар әлі жамылғыда. Айлин мен Азамат бірге үлкен жоба істей бастады, экономика бойынша зерттеу жұмысы. Жобаның жұмыстары кітапханада, кафеде өтті. Бір күні кешке олар университеттің жанындағы кафеге барды. Сыртта қар жауып тұрды, терезеден қала шамдары көрінді. Азамат, сен өте ақылдысың, Айлин, мен сені бұрын байқамағанымды қалай түсінбедім деді. Айлиннің беті қызарып кетті. Олардың әңгімесі тереңдей түсті. Азамат өзінің армандарын, қиындықтарын айтты. Айлин оның эмоциясын сезіп, мен сені түсінемін деп ішінен ойлады. Бірақ сырттай ол тыныш қалды. Сол аптада олар бірге Көктөбеге барды. Кабельдік жолмен көтерілгенде Алматының қысқы көрінісі ашылды. Қар басқан қала, шамдардың теңізі, алыстағы таулар. Азамат мұндай сұлулықты көргенде адамның жүрегі тынышталады деді. Айлин оның қасына жақындап тұрды. Жүрегі қауіпті жақындасуды сезді, бұл жақындасу оның құпиясын ашуы мүмкін еді. Жобаның жұмысы кезінде Айлин өз сезімін аздап ашты. Мен сені ұзақ уақыт бақыладым деп айтты. Азамат таң қалды, бірақ күлімсіреді. Қауіпті жақындасу басталған еді.